Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 оқу жылында ауыл олимпиадасында кездескен 9 сыныптар математика пәнінен бірінші кезең есептері 19 есепті шығарамыз. Шыншылдар мен өтірікшілер аралығында шыншылдар әрқашан тек шындықты ғана, ал өтірікшілер тек өтірікті ғана айтады дейді. Конференция өтті. Конференцияға қатысқан 100 адам 10 үстелге жайғасты. Үстелдерде адам саны тең болуы міндетті емес. Әрбір шыншыл өз үстелінде тағы шыншыл отыр деді. Ал әрбір өтірікші өз үстелінде отырғандардың барлығы өтірікшілер деді. Конференцияға ең көп дегенде қанша өтірікші қатысуы мүмкін дейді. Мына есептің жауабы 80 болады екен. Не үшін 80 болады, не үшін 80-нен үлкен бола алмайды, соны дәлелдеп көрсетуіміз қажет болады екен. Егер мысалға 80-нен көп болатын болса, мысалға 81 болсын, 81 өтірікші бар болсын. 81 өтірікші. Сонда бізде қанша шыншыл қалды? Барлық 100 адам болса, шыншылдар 19 шыншыл қалды. Шыншылдар әрқашан шындықты ғана айтады екен. Сонда бізде 10 үстел бар, 10 үстел бар. 10 үстел. Шыншыл не деп тұр? Әрбір шыншыл өз үстелінде тағы шыншыл отыр деді. Сонда мысалға бір үстелде 2 шыншылдан отыру керек болып тұр. Енді барлық 10 үстелде шыншыл болу керек па, жоқ па? Оны білу үшін мынаған қарайық. Ал әрбір өтірікші өз үстелінде отырғандардың барлық өтірікшілер деді. Мына өтірікшілер тек қана өтірікті айтады. Тек өтірікті ғана айтады. Сонда барлық өтірікші дейтін болса, мына өтірікшілердің сол барлық өтірікшілер деген сөзі өтірік болады, жалған болады. Демек, барлық үстелдерде шыншылдар бар. Егер 10 үстелдің әрқайсында шыншыл бар болса, мына шыншылдардың сөзіне қарайтын болсақ, өз үстелінде тағы шыншыл отыр деп айтқан, сондықтан кем дегенде 2 шыншылдан болу керек екен. Сонда 9 үстелде 2-ден болып 18 болады, 10-шы үстелге 1 шыншыл отырады. Ал 2 шыншыл болу керек. Сондықтан бізге 19 шыншыл жеткілікті болмайды екен. Кем дегенде қанша 2-ге көбейтіп жіберсек, 20 шыншыл қажет. Енді кем дегенде 20 шыншыл болса, сонда мына өтірікшілердің саны 80-нен арта алмайды екен. Ең көбі 80 бола алады екен. Енді осыған мысал келтірейік. Сонда әр үстелде 2-ден шыншыл, 8-ден өтірікші отыр. 10 үстелдің әрқайсында 10 адамнан отыр деп мысал келтіруге болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Дәлелдеп көрсеттік. 80 деген жауап 80-нен артық бола алмайтын дәлелдеп көрсеттік және мысал келтірдік. Әр үстелде 10 адамнан ол 10 адамның 2-і шыншыл, 8 адам өтірікші. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.